Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін сіздерге жаңғақтың пайдасы туралы кішігірім ақпаратпен бөлісемін. Сіздер лайк басып, комментарий жазып, бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар. Жаңғақтың пайдасы туралы біліп жүрсін. Ал кеттік. Жаңғақтың адам денсаулығы үшін пайдасы өте зор. Ол калий, магний, фосфорға өте бай. Құрамында жоғары мөлшерде протеин және омега-3 элементі де бар. Жаңғақ калория, протеин, талшық, витамин және минералға бай. Назарларыңызға сіздерге жаңғақтың пайдасы туралы тізбектеп айтып өтетін болам. Ендеше құлақтарыңызды жақсылап түріңіздер. Жаңғақтың пайдасы: зейін, шаршағанды кетіреді, сүйек және тістерді қуаттандырады, денеге қуат береді, туберкулездан қорғайды, тамыр қатаюының алдын алады, қан айналымын жақсартады, іш өтуін тоқтатып, теріні тазалайды, сүйелдерді кетіреді, асқазандағы желді кетіреді, тұмауға қарсы әсер етеді, жөтелді тоқтатады, шаршағандықты және әлсіздікті кетіреді, ісік қалыптасуына бөгет болады, қан қоюлауының алдын алады, ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді, өкпеге, асқазанға және миға қуат береді, ойлау қабілетін дамытады, жүректі қуаттандырады, қанды тазалайды, холестериннің азаюын қамтамасыз етеді, қалыпсыз антиденелерге бөгет болады, жүйке жүйесін қуаттандырады, бауырдың функцияларын реттейді, қант диабеті науқастары үшін өте маңызды болған инсулинді арттырады. Жаңғақтың майы асқазан және ішектерді тазалайды, жұмсақ болуын қамтамасыз етеді. Жаңғақтың майы беттегі дақтарға жағылып, массаж жасалса кетеді. Балмен араластырып желінген кезде суық тиген асқазанға жақсы әсер етеді. Жаңғақтың жапырақтарынан алынған юглон элементі фармакологияда қан тазалаушы және қуат беруші ретінде қолданылады. Жаңғақтың жапырақтары және қабықтары қайнатылып, балмен араластырылып ішілсе, қан аздығына жақсы әсер етеді. Қорытылуы қиын болғандықтан бауыры ауыратындарға жаңғақты жемегені абзал. Осымен құрметті достар, баршаңызға рахмет, баршаңызды жақсы көрем, лайк басыңыздар, беттеріңізден деп сүйдім. Амандықта жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.